Ассалаумағалейкум құрметті қауым. Мен бүгінгі сабақта 5-ші ойынмен бастаманы қарастырып тұрмын. Бұл ойын ерекшелігі, бұл жерде 5 отаудан әрқайсысында 25 тастан 30-26 тас болғанда болады. Енді қараңдар, бұл жерде әртүрлі қызықты бастамалар бар. Енді бұл жерде бірмен де бастауға болады. Мысалы, тоғызмақта бірмен бастау өте тиімсіз. Мысалы, бір қызықты бастама бар. Бұл 4-тің бастамасына егер қарсылас екімен жауап бергенде осындай бір гамбит қатысып қалуы мүмкін. Ол мысалы 1 минут ішінде ойын аяқтауы мүмкін. Бұл жақта 32 жүргенде әдейі ақтар 9 береді, яғни қандай 9 береді, сосын ақтар бірді алады, бірақ кейін тағы бірді береді. Бірақ ол қандай тиімділік бар байқайық қазір. Яғни білесіздер, мысалы 4-тің ойында өзінің бір атсыра ойыны бар. Бұл жақта дәл сондай. Бұл жақта біз 41 алғанда қарсыласын тағы да 91 алады. Және ода бұл жақта қазанда 22 тас жиналады екен. 22 тас. Бірақ одан кейін арғай 4 тас жиналмайды. Бұл жақта мысалы 45 жым, ол 34 арғай болды. Ешқандай тас жиналмайды. Осындай қызықты 5-шіде гамбиттік моменттер бар. Яғни атсырауға қатысты осындай бастаманы қолдану болады. Енді жалпы бұл жерде айта кететін, бұл ойында комбинация істеу өте қиын. Мысалы 2-3-5 дегенде сіздер бұл жақта жасасаңыздар өте сирек жағдайда болады. Оның үстіне бұл жақта 3-ші отау тез шабуылға түсіп қалады. Одан кейін көбінесе 2 тастың тас жинау тәсілі болады. Енді бір айта кетемін, бұл жақта мысалы сіздер 2 тас алсаңыз, мына жақта сіздерде 6 тас болса, сіз ар жағынан бұл жақта 6 тас алып кетуге болады. Мысалы 53 аласыз, 2 тас қашады. Бұл жақта тағы 6-дан 4 тас алып кетуге болады. Өйткені бір қазір байлауда отыр. Бұл жақта келе қойыңыз, жақынырақ. 8-де 4 тас, 91, 1-де 3. Сонда 82. Тағы да 2 тас жинау. Сонда бұл жақта 6 тас жинап кетуге болады. Одан тағы да тоғызмақтың қандай тәсілдерін қолданады? Мысалы, бірді күту тәсілінен, мысалы, жүріске ойнаған кездерде осындай тәсілдер қолданылады. Мысалы, 92 жүріп, 91 шабуылдамай, 92 жүріп, бірте, мысалы, бұл жақта тартып, оның арқасында тастар жинауға болады. Әртүрлі сондай тәсілдер қолдануға болады екен осы 5-шіде. 5-шінің ойыны өзі ерекше, өте мұқият болу керек. Рахмет сізге, қош сау болыңыздар.